Қайырлы кеш, достар. Амансыздар ма? Айгүл қалай? Сәлем, жақсы. Қазір камерам бұрып алайын. Кеш жарық қалай? Кеш жарық, Жанат, қал жақсы, рахмет. Кеш жарық барлықтарыңызға, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін бірден тікелей эфирімізді бастап кетеміз, өйткені қойылатын сұрақ көп. Жанат екеуміз осы соңғы уақытта болып жатқан жағдайға қатысты, жалпы осы X-проекттің маңайында болып жатқан көптеген проблемаларды көтеретін боламыз, Құдай қаласа. Содан кейін бұл жолдан қалай шығу керек жағын екі жақты тоже түсіндіретін боламыз. Құдай қаласа сіздерге пайдалы болады деп ойлаймыз. Сонымен кеттік, Жанат. Айгүл, біз бұған дейінгі эфирде Индияға сапарымыз туралы және де Астанаға кетіп бара жатқанымды айтқан болатынмын. Ол жайлы айтамыз. Қысқаша бірінші сол туралы айта кетейін. Одан кейін Жанат, бір сұрақ қойып кетейінші, мүмкін болса, сен де рұқсат етсең. Мен осы көптен сұрағым келіп жүрген, өзімнің де сұрағым бар, көрермен ретінде. Сенің стористеріңді үнемі үзбей қарап отырамын. Сол арқылы көп түсініп келеді. Көптен сұрағым келіп жүрген сұрақ, сендер осы өңірлерге барасыңдар, басқа елдерге барасыңдар, өткенде Үндістанға барып келдіңдер, оның алдында Түркияға барып келдіңдер, алдағы болашақта Израиль деп отырсыңдар, Құдай қаласа. Осы елдерге және мынау еліміздің барлық өңірлері емес, өздері сендерге белгілі өздері анықтап айтып отырған өңірлерге барып келесіңдер. Сол өңірлерге не себепті барасыңдар? Не жасайсыңдар ол жерде? Және барған кезде де осы қасыңдағы қыздар барлығын бір топ барасыңдар, Сендер арқылы қандай жұмыс жүреді? Стористердің бірінде соның шет жағасын айтып қалдың, соны ашып айтып кетсең. Енді адамдар айтады да, ол басқа елге не үшін барасыңдар, қазақтарға не қатысы бар деген сияқты ескі санамен, былайша айтқанда, сондай сұрақтар қойып жатады. Ал ғалам үшін ол адамзат, ол ұлтқа бөлінбейді. Бұл ғаламның жұмысы. Әр жердің өзінің тарихы бар. Мынау қазіргі өмір сүріп жатқан адамический ДНК-дағы адамзат, ол соңғы біз білетін өркениет, былайша айтқанда. Ал оған дейін миллиондаған өркениет өмір сүрген. Индияға барған себебіміз былтыр желтоқсан айында айтқан болатын, алдағы жылдың аяғында Үндістанға сапар тұр, сол жерде үлкен жұмыс атқарылады деді. Бұл жолы біз 3 күнге бардық, бізбен бірге 12693 жарық күштері барды. Жалпы адамзаттың өзі, мысалы біз физикалық көзбен тек физикалық денемізді ғана көреміз. Ал біздің эфирлі денеміз бар, астралды денеміз бар. Яғни адамның былай 7 денесі бар ғой. Сол аура қабаттарында жарық күштерімен байланысатын жалпы кодтар және порталдар бар. Физикалық дене сол жерге міндетті түрде бару керек. Жаңағы жұмыс іске асуы үшін. Жалпы Үндістанда 32 бағытта жұмыс жүрді. Мысалы, бір үйде 30-40 жылдай адам тұрмаса, ана үйде бір тор басып, ескіріп кетеді ғой. Үндістанда солай көрсетті. Кәдімгідей ескіріп кеткен, торын алып, тазалап жатқанын көрсетті. Одан кейін Үндістанда бір бөлек, бір целлофанға орап қойған, куполамен орап қойған бөлек бүйтіп жер қылып көрсетті. Үндістанға барған адамдар біледі, анау тұман, смог дейді ғой, сондай тұманда кәдімгі өмір сүріп жатқан адамдар. Ол жерде судың кәдімгі күлімсі иісі шығады. Сол купола как будто бүйтіп жарылғандай, сондай көріністі бізге көрсетті. Одан кейін Үндістанның әйелдері аймен байланысты жоғалтқан деді. Яғни әйелдің жатыры аймен байланысты.
бұған дейін айттық, жадыры аймен байланысты және жердің ядросымен байланысты. Сонда олардың жаңағы әйелдері аймен байланыс болмаған, сол себепті әйел бала туа береді екен, былайша айтқанда. Көбейіп кеткен себебі сондықтан деді. Енді не үшін ол жерде адам өте көп және неге халқы кедей деген сұрақ туындайды ғой. Сөйтсек, бұл жердің өзінің бір тарихы бар екен. Бұрын адам ата Хауаға дейін бұл жерде Пентурей деген цивилизация өмір сүрген. Бұрынғы адамдар енді жаңағы полубог, құдай сипатты, сондай қасиетті болған. Бірақ қасиеттерін, яғни дұрыс пайдаланбағандықтан, былайша айтқанда, анау Лемурия, Атлантида сияқты ғаламнан жаза алған. Лемурия мен Атлантиданың суға түсіп кеткенін білеміз ғой. Ал Пентурей халқы құмның астына түсіп кеткен. Біз Үндістанға баратын кезде құмның астындағы өркениеттің жоғары көтерілетін уақыты келді деп айтты. Сонда осы сапар барысында сол өздерінің жазасын алып отқан жаңағы Пентурей деген цивилизацияның жоғары көтерілгенін көрсетті және сол арқылы енді Үндістанда үлкен өзгерістер болатынын, климаттық жағынан, рухани жағынан, басқа да жағынан үлкен өзгерістер болатынын көрсетті. Алдағы уақытта, енді ол жақта қыс мезгілі болмайды ғой, үнемі ыстық. Ол жақта енді қыс болуы мүмкін, күн салқындауы болуы мүмкін. Одан кейін әр жердің, мысалы, жер мынандай, алдында айттық қой біз, Бурабай, мынау әруақтардың барзақ әлемі бар ғой, сонымен байланыста тұр. Мысалы, жерде мына адамның жаны мен тәні бар. Жоғарыда адамның рухы бар. Сол сияқты мына Бурабай, жаңағы Кенесарының үңгірі тұр, ал жоғарғы өлшемінде әруақтар әлемі тұр, барзақ әлемі. Үндістанның жерін қарасақ, не үшін ол жерді жаңағы рухани мемлекет деп айтады ғой? Сөйтсек, жоғарында ғалам кітапханасы тұр екен. Ғалам кітапханасы тұрғаннан кейін ол жердің жаңағы рухани деп аталатыны сондықтан. Алдағы уақытта хинди тілінде көптеген кітаптар табылады деді, ол жақта үлкен өзгерістер болады деді. Енді ескі дәуірде адамзат оянбауы керек болды ғой, былайша айтқанда адамзат надандықтың ең төменгі дносынан жоғары көтерілу керек болды. Ал Үндістанды былайша айтқанда халқын кедей қылып, адамдарын жаңағы тыпырлатып, сондай қылып тастаған, чтобы басқа мемлекеттер Үндістанға қарайды, ойбу жаңағы, егер мен рухани оянатын болсам, осы сияқты кедей боламын, осылар сияқты тазалықтың не екенін білмеймін деген мынандай түсінік установканы бір жағынан орнату үшін. Енді бұның барлығы өзгеретінін айтты. Не болса да алдағы уақытта, алдағы жылдары не болатынын көреміз, бақылаймыз. Біз өзімізге берілген тапсырманы орындадық деп ойлаймын. Одан кейін Астанаға бардық. Астананың жерінде, оказывается, көп бала өлген екен, сәби. Репрессия кезінде болған ғой, иә? Ол кәдімгідей 2-3 оқиғаны көрсетті. Астанада көбінесе ғимараттардың басталып, бітпей қалуы, жаңағы үнемі өрт болуы, соның барлығы сонымен байланысты дейді. Ана балалардың жандары сол жерде қалып қойған. Кәдімгідей қорланып, зорланып, өте қиналып, сондай азғындықпен өлтірілген балалар. Кейбірі тіпті мына желтоқсан оқиғасы сияқты шұңқырға бәленбай баланы бүйтіп тірідей көміп тастағанын көрсетті. Ол балалардың ата-анасы қайда десек, әкелері жаңағы репрессия кезінде жер аударылып кеткен, бірінікі қуғын-сүргінге ұшыраған, бірі атылу жазасына кеткен. Ал аналары болса, мына Малиновкада Алжир деген концлагер бар. Қазір енді мұражай сияқты болып тұр. Сол кезде сол концлагер болған, Алжирдің өзі қап-қара болып тұр. Сол концлагердің өзінде қаншама әйел адамдарды зорлаған, қорлаған, азғындықтың төресі сол жерде болған. Ол әйелдердің де жаны көтерілмеген. Бұл жолы барғанда прям жарқырап ана балалардың жаны жоғары барзақ әлеміне көтеріліп жатқанын көрсетті. Адамның өзінің
енді ғалам заңына сай жеке адамның кармасы бар, әулет кармасы бар, ұлт кармасы, мемлекет кармасы, планета, жаңа галактика кармалар көп қой, былай кете береді. Сол сияқты жердің де өзінің кармасы болады екен. Яғни қазір бүкіл адам Құдайға есеп беріп жатқан ақыр заман махшар сәті келді ғой, өзі кармасын өтеп жатыр. Сол сияқты Астана өзінің жер кармасын өтеу үшін ол жерде балаларға арналған орталықтар, жаңағы балабақша, яғни балаларға қатысты нәрселер өте көп салыну керек екен. Бұл жолғы сапар, яғни осы нәрселермен аяқталды. Астананың бұрын Ақмола деп аталуы өзі бекер емес екен. Осы туралы да менде сұрақ бар тұғын, сол Ақмола неге солай Ақмола деп аталады? Сонда жанат, сендер сол елдерге, өңірлерге барғанда портал есебінде боласыңдар ғой, сендер? Яғни сендер жоғарғы әлеммен тікелей байланысы бар адам ретінде сендер осындай үлкен өзгерістер әкелетін портал ретінде қызмет етесіңдер. Солай ғой? Физикалық дене міндетті түрде бару керек. Физикалық денесіз жаңағы порталдың ашылмайтынын бізге ылғи солай көрсетеді. Аяқ міндетті түрде тию керек. Түсінікті. Бәсе, осы неліктен осы жерлерге барып келеді, қандай жұмыс бітіреді деген сұрақ болатын еді. Меніңше бұл сұрақ көп адамның көкейінде болуы тиіс, болған шығар. Бүгін сол сұраққа жауап бердік деп ойлаймын. Олай болса, келесі сұраққа көшейік. Мына өткен жолғы тікелей эфирімізде сен X жоба X жайлы екеуміз сөйлескен кезде сен айтқан болатынсың, бастапқыда мен қорықтым жауапкершіліктен, содан кейін мен қашып кеттім деп, өйткені оның жолы ауыр болатын білдім деп айтқан болатынсың. Қазіргі таңда өзіңде осы жобаға қатысты жаңағы алғыспен қатар сынды айтылып жатыр, көп айтылып жатыр. Сол рух көзімен қарайтын болсақ, бұл сындар не себепті болып жатыр деп ойлайсың? Бұл жолдың ауыртпалығын басында көрсетті деп айттым ғой. Көрген кезде расында біз қашып кеткіміз келді. Ол жолды былай көрсетті. Үлкен бүйтіп домалақ бүйтіп ашылады. Сосын кішкене мынандай қыл көпір тұрады, қайтадан ашылады, былайынан қыл көпір тұрады. Жалпы бұл тақырыпқа мен келгеннен бастап өзі шум, хаос сол кезден басталды. Былтыр болған наурыз айындағы шум туралы білетін шығарсыздар. Енді неше түрлі нәрселер айтылды. Өйткені бұл тың нәрсе ғой, енді бұрын адамзаттың арасында бұндай тақырып көтерілмеген. Жанат жаңағы Құдайға қарсы деді, сөйтіп көп адам лағнет айтты, дәджал деді, енді ішіне жын кірген деді, айтпаған нәрсенің бәрі айтылды ғой. Бірақ менде ешқандай жаңағыдай артқа шегіну, бір қорқыныш, енді адамбыз ғой, пендеміз ғой, пенделік немен кішкене ашуланып, кейде сотқа берем деп айтқан кезім болған шығар сол кездері. Бірақ бір Құдайға сенім қатты болды менде. Тылсым әлемге сенім қатты болғаннан кейін бұл нәрседен де өттік, былайша айтқанда. Және сол кезде жаңа дәджал деп айтқан, ішіне жын кірді деп айтқандар кейін келіп кешірім сұрап, біз ол кезде түсінбеген екенбіз, на самом деле олай емес екен дегенді айтып жатты. Ал енді бағанағыдай мынандай жолды неге өйтіп көрсетіп тұр? Қазір өзі жерде ескі энергия мен жаңа энергияның бір-бірімен соғысып жатқан, ескі энергия былайша айтқанда орнын бергісі келмей жатқан аласапыран кезең. Ақ пен қараның күресі деп айтсақ болады. Ол күрес адамзаттың ішкі әлемінде болып жатыр. Дұрыс па, бұрыс па деген сияқты. Біз жалпы адамзаттың өзі мектепті аяқтап, университетке ұбт тапсырып жатқан жаңағы студент сияқтымыз. Мектепті пәлен оқушы бітіргенмен ұбт-дан бәрі өте алмайды ғой. Жақсы оқыған, білетін, былайша айтқанда адам түсінген болса, есейген, санасы есейген, эволюциялық жолында опыты көп, былайша айтқанда жандар ұбт-дан жаңа дәуірге, былайша айтқанда университетке түсіп жатыр. Міне сонымен бүйтіп салыстырсақ болады. Енді бір бұл нәрсенің өзі хаоспен басталды.
жаңа дәуірге өтудің өзі оңай емес екен. Құрандағы жаңа сырат көпірі деп айтады ғой. Вот тура сондай нәрсе. Бір шум болады. Ол шумнан кейін адамдар бүйтіп бірігеді. Бірігіп, осы нәрсе дұрыс екен ғой, расында мен өзімді зерттеуім керек екен ғой деп, бір ауыздан бәрі дұрыс болып, күшті болып келеді да. И одан кейін бір емтихан тапсыратын уақыт болып қалады. Тағы да бір аласапыран бір шумды жоғарғы әлем ұйымдастырып жібереді да. Ортада міне сырат көпірі деген осы. Сонда жаңағы 1000-2000 адам бүйтіп бәрі күшті болып, өзін танып, керемет болып келе жатады да. Ана көпірден өтетін кезде бір-екеуі ғана бүйтіп өтіп бара жатады. Көбі артқа шегініп жатады. Енді X проект туралы, X жоба туралы айттық өткенде. Полный тарихын айттық, жаңағы жаратушының қалауымен келген жоба екен, біздің уақытпен есептегенде 10.000 жыл бойы бұл жоспарланған нәрсе екені айтылды. Ол менің жобам емес, ол басқа қыздардың да, жігіттердің де жобасы емес, ол жоғарғы әлемнің өзінің жобасы. Егер де ол жаңа пайда табу көзінде ондай өзіміздің пенделік пайданы көру үшін шығарған нәрсе болатын болса, ол ендігіге уже жабылып қалатын еді. Себебі бұл нәрсені біз бастап айтқаннан бері бірнеше адамдар реттілікті бұзып, осы сияқты өтірік жобаларды жаңағы айтып елге тарата бастады, бірақ ол жобалардың уақыты ұзаққа созылмады. Осыдан-ақ білуге болады. Қайсысы расымен жаратушыдан келіп тұр, қайсысы былай пенделік жолдан келіп тұрған, осыдан білуге болады. Кез келген шумның, хаостың, былайша айтқанда, пенделік көзқараспен қарасаңыз, мынандай ішіне кіріп кетуге болады. Ойбу, мынау дұрыс, мынанікі дұрыс екен, мынау дұрыс емес екен, мынау адасып жүр екен, мынау дұрыс жолда жүр екен деген сияқты хаосқа кіріп кету өте оңай. Бірақ осының ішінде сенің жаңағы 2-3 жыл бойы оқып, осыған дейін есейіп, былайша айтқанда, енді рухани есейіп жатырық деп бәріміз сөйтіп жатырық қой. Сол оқығаныңды жүрегіңе салып, қорытып, рухтың көзімен бетіп қарайтын болсаңыз, кез келген шумның астында үлкен мән жатыр. Былтыр наурызда үлкен шум болды, мысалы, жаңа Құдай жоқ деп айтты екен деген сияқты өсектер кетті. Сол шумның плюсын сол кезде мен түсіндім да, сол мені тоқтатты. Ол плюсы қандай? Адамдар ескі дәуірде жаңағы ұжымдық санада өмір сүрді, коллективное бессознательное дейді. Яғни, жалпы мен не істеп жатырмын? Мен ораза ұстауым дұрыс па? Жалпы мен не үшін ұстаймын? Мен намазды не үшін оқып жатырмын? Просто как зарядка ретінде зомби сияқты бүйтіп оқып жатырмын ба? Жоқ, әлде действительно ғайыппен, действительно Құдаймен байланысып оқып жатырмын ба деп адамдар өзінен сұрамайтын. Адамдар кәдімгі робот сияқты айналаға қарайды да, ол істеп жатыр ма, соны істейді. Осылай өмір сүрді. Сол кезде шумды оразаның 2-ші күні как раз ұйымдастырды. Осылай эфирге шықтым. Эфирде жаңағы тылсым әлем туралы, жаратушы туралы, бұған дейін дінді біз зомби ретінде ұстанып келгенімізді, на самом деле жаңа дәуір келгенін айттым. И сол нәрселер халықтың арасында хаос тудырды. Оразаның 2-ші күні ұйымдастыруы ол бекер емес. Себебі оразада ауызашарға барамыз, ауызашарда кемі 50-60 адам болады. Сол кезде бір ай бойы айтылатын тема осы болған. Жанат Бақыт деген біреу шығыпты, осылай Құдайға қарсы екен. Біреуге айтады, 2-ші адамда тап деген ой уже туындап, стоп. Тым бұл іздене бастайды. Уже іздене бастайды. Сол кезде кәрі рухтардың өте көп проценті сол кезде оянған, сол кезде тани бастаған. Міне бұл бір плюсы. Енді құрбандық заңына сай, жаңағы құрбан болам деген контрактпен келген ғой. Алдында да эфирде айттым, ең алғаш жоғарғы әлемге барған кезде, бұның барлығы бұндай тема басталмай тұрғанда, жер планетасындағы ана 20% қаралықты тазалап тастаңдар, қасыңа команда берем деп айттым ғой, біткен көп аппақ көмекшілерді бірге беріп тұр деп. Сол нәрсенің қазір іске асып жатқаны. Енді қазірде біздің проект туралы айтып эфирге шыға бастағаннан кейін көптеген адамдар қарсы шығып жатыр, сыни пікірлер айтылып жатыр.
Бұл нәрсені енді плюсын қарайтын болсақ, рух көзімен қарайтын болсақ, сенің сұрағыңа. Адамдар бірнеше топқа бөлінген. Топ-топпен бір. Алдыңғы топ осы 2-3 жыл бойы ізденіп келе жатқан, сол шумнан кейін біріккен топтар ғой. Неше түрлі оян деген чаттар бар. Сол чаттарда отырып, одан басқа да телеграм чаттарда отырып, қаншама кітаптар аударылды, рухани кітаптар. Крайонның кітаптары аударылды, Долорес Кеннонның бүкіл кітабы аударылды, Майкл Ньютонның кітаптары шықты. Сол кітаптарды бірге оқып, дамып, есейіп жүрген жандарға үлкен отбор болды. Солардың как будто есеп беретін сәті сияқты қазір. 2-3 жыл бойы чатта отырсың, бәленбай мыңға енді өз қалтамыздан аудардық оны, кітаптар қалтамыздан шықты. Сол кітаптарды оқыдың, есейдің, енді давай есеп бер. Сен сол оқыған нәрсені сіңіріп, өзіңе сеніп, өзіңді тыңдап есейдің ба? Жоқ әлде чатта просто өсек айту үшін, мына чатта былай деп жатыр екен, ана жаққа барып былай деп жатыр екен, 3-ші чатқа барып былай деп жатыр ма екен деген арам пиғылмен от салып, екі ортада сөз тасып жүрсің ба? Жоқ әлде действительно ана оқыған нәрсеңді жүрегіңе сіңіріп, сен рух көзімен қарауды үйрендің ба? Бірінші отбор, бірінші терім осы алдыңғы лекте болып тұр. Таңдалғандар көп, бірақ өткендер аз, өкінішке орай. Бұл действительно жаңа дәуірге өту, ол өте қиын екен. Себебі жаңа дәуірдегі жерді жүрейік деп жатырмыз, жаңа дәуірдің жерін жұмақ деп жатырмыз. Ал жұмақта қандай адамдар өмір сүреді? Сөз тасымайтын, біреудің сыртынан қараламайтын, біреудің сыртынан бақпақ лақтырмайтын, көзің жетпей, ол адамды танымай, сен қараламайтын адамдар өмір сүруі керек. Бұл үлкен терім, отбор. Бірінші кезекте соларға. Ал сол оқыған нәрседе, кітаптарда не деп жазады? Крайонның кітаптарында. Жаңа дәуір махаббат, мейірім, ізгіліктің дәуірі дейді. И сенің бойыңда сол махаббат, ізгілік, жаңағы мейірім сіңді ма, сіңбеді ма? Әр адамның қасында 1000-ға жоқ жарық күштері бүйтіп бақылап қарап тұр. Жоғарыдан бүйтіп алып қарап тұр. Себебі адамның жүрегінде жарық болғанда, жарығы сөнбеген кезде адам ешкімді қараламайды, сыртынан жамандамайды. Жүрегінде махаббаты жоқ, жарығы сөнген адам әлемді жек көріп тұрады. Ол өзін жек көріп тұрады, ол өзін қабылдамайды, ол бүкіл жақынын жек көреді. И сыртынан қаралайды, бәлез дейді, бәлеқор, и бұны арамдық дейді. Бұндай қасиеттен, бұндай мінезден адамзат жаңа дәуірдің адамы ада болу керек. Мені осы нәрселерді үйретіп жатыр. Мысалы, бұндай жаңа, бұл переворот қой, былайша айтқанда, жаңаның келуі, ескінің кетуі. Бұндай хаостар міндетті түрде болады. И бұл былтырғы наурыздағы, оған дейінгі тағы да бірнеше шумдар болды. Оны кейбір білесің, Айгүл, кейбірін білмейсің. Бұндай нәрсенің үлкен түрлері әлі алда тұр. Сол нәрсеге халық дайын болу керек. Бұл әлі мелочь. Одан кейін де үлкен шум, үлкен сынақтар тұр. Және тарихты ақтаратын болсақ та, бұндай нәрсе бітпеген. Себебі біздің жер ақ қараға бөлінген ескі дәуірде дуальный жер болды. Мысалы, Исаның өмірін мысалға алсақ болады. Біз Исаның Ерзей деген бауыр сыңары болғанын білген жоқпыз. Ол егіз болып туылған. Екеуі бірдей болған. Бірақ Ерзей махаббатқа зәру болып қалады да, Исаға анасы махаббат береді. Себебі анасына айтады, бұл балалар избранный балалар, таңдаулы балалар. Бұларды жаңағы аман алып қалу керек. Сондықтан өте сақ болып жүр дейді. Сонда көпшілікке Исаны шығарады да, Ерзейді үйде ұстайды Мариям. Не үшін? Себебі ана балаға бірдеңе болса, екінші бала қалу керек деген ода ой болады. Бірақ ол үйде отырып қалғаннан кейін, халықтың алдына Исаны шығарғаннан кейін, баланың ішінде уже ыза пайда болады.
уже қызғаныш пайда болады. Уже как будто мамасы бөліп жатқан сияқты көрінеді да. И есейгеннен кейін Иса бір нәрсені істейді, Ерзиге барып бүлдіріп кетеді. Иса жаңағы адамдардың көзін ашу үшін, жүрегін ашу үшін барлық жерге барады, артынан Ерзей барады да жаңағы әйелдеріне зомбылық жасайды, істегеннің бәрін быт-шыт қылады. Былайша айтқанда, Исаның шегеге қағылуына оның Ерзей жаңағы сыңары тікелей қатысы бар. Бұл жерде неден туындап тұр? Ерзейге махаббаттың жетпей қалуынан. Барлық тарихтағы оқиғаның барлығы адамның жүрегіне махаббат жетпей қалған кезде, адамның жүрегінде жарығы өшкен кезде, махаббаттан ада болған кезде содан пайда болған. Жәнібек пен Керейдің арасындағы соғыс. Жаңағы кім? Сүлеймен Сұлтан. Сүлеймен Сұлтанды білеміз ғой? Хюррем Сүлеймен Сұлтан деген киносын көрдік. Сонда ана Сүлейменді мысалы Селимнің атақты баласы деп келдік. Әлі күнге дейін сөйтіп жазылған тарихта. На самом деле Сүлеймен еріп келген бала. Жаңағы шешесімен бірге. Әкенің махаббаты жетпей қалған. Сондықтан ол Селимді өлтірген ешқандай тарих білмейді. Оны Сүлеймен мен Ибрагим өздерімен бірге көрге алып кеткен. Сонда оның жаңағы айналаны жек көруі, оның барлығы әкелік махаббаттың жетпеуі. Гитлерді алайық. Гитлерге де мысалы әкесі қолдамаған, ұрған, соққан, әкенің махаббат жетпеген. Гитлерде мысалы творчествоның энергиясы мощный болған. Бірақ ол творчествоның энергиясын не туда пайдаланды, соғысқа пайдаланды. Любой нәрсені алып қарасаңыз, түбінде махаббаттың жетпеуі тұрады. Бұл осы болып жатқан, бізге қарсы шығып жатқан нәрселердің бір плюсын айтып отырмын. Яғни 2 жыл бойы ояндым деген адамдарға үлкен терім. Екіншіден, былтыр енді Құдай сақтасын жаңағы бүкіл өлшемді көріп кеткен, қасиеті ашылып кеткен адамдар көп болып кетті. Былайша айтқанда демо версиясы берілді. Адамдарға мүмкіндік берілді. Қасиетті қалай пайдаланады екен. Көбі қасиетті жаңағы баланың қолына пышақты ұстатқандай болды. Ескі жаңағы полубогилардың кезіндегі қателікті қайттан қайталады. Бұл нәрсе соларға да отбор, оларға да сынақ, былайша айтқанда. Үшіншіден, проект X-ге, проект жобасына адамдар, мысалы, біз ешқандай қинап, бастарына пистолет тақап әкеп жатқан жоқпыз ғой. Ол өзі кәдімгі тұлға ретінде жауапкершілік алып, мінекей, чудо маған ақша берілді, және мен осыған дейін эволюциядан өткен 4000 рет, 5000 рет жерге келген өміріме есеп беремін, қалып қойған жандарымды көтеремін, жаңағы екі әлем арасында қалып қойған душалары, соларды жоғары көтеріп, одан кейін өзінің жаңағы қазіргі күні денсаулығына қатты әсер етіп тұрған әруақтар әлемінің төмен өлшемінде қиналып отқан жандарымды көтеремін. Родовая карма, родовая программа, родовая система, ата-бабамның жаңағы кармасын толықтай тазалаймын. Менен кейінгі ұрпаққа энергияны таза жіберем деп, сондай жауапкершілікпен келіп, ескі хроники Акашейн тағдыр кітабын жауып, былайша айтқанда, тәлімгерлері сол кезде өздеріне ескертіп айтады. Ары қарай, әр сенің сөзің, әр қадамың, әр әрекетің енді сенің мойныңда, сенің жауапкершілігіңде. Уже анау өткен өмірдің кармасы, ана жақта суицид жасаған душамның әсері, төмендегі жанымның әсері дейтін уже сылтау жоқ. Әрі қарай сенің жауапкершілік өзіңде. Бүкіл ана артыңдағы былығың тазаланды, әрі қарай сенің артың жарқырап тұр. Ары қарай жүру, жүрмеу, ол уже сенің мойныңда деп специально шегелеп тұрып айтады тәлімгерлер. Бұл проект жобасынан өткен адамдарға да үлкен сын, үлкен отбор, терім былайша айтқанда. Сенің барлық сұрақтарыңа осылай жауап. Ал бүгінде болып жатқан жағдай қалай? Карма ма? Бұл не себептен орын алуда? Жалпы енді адамның жау алыстан келмейді ғой, бұл жоғарғы әлемнің өзінің жоспары сондай.
баласы мен анасы бір-бірін көрместей болып екі жаққа кетіп жатқан, әкесі мен баласы бір-бірімен соттасып жатқан неше түрлі тағдырлар бар. Сонда карма, сенің кармалық байланыс адамың сенен алыс болмайды. Любой интернетті ашсаңыз да, мысалы, президенттің басында болып жатқан оқиға оның туыстарымен болады. Қаңтар оқиғасын айтатын болсақ, ол жаңағы елбасының өзінің жақындарымен, сол басты себепкер солар. Одан кейін жаңағы блогерлердің арасында бір-бірімен тартыс болып жатса, олар да бірінің алыстан кетпейді. Илон Маск мысалы өткенде Цукербергпен қырылып жатыр. Ол да мысалы анау да миллионер, анау да миллионер. То есть біздің кармалық байланысты адамдарымыз бізден алыс кетпейді. Қандай да бір байланыс бар дейсіз ғой. Не үшін? Карманы өтеудің жалпы бірнеше жолдары бар ғой. Аурумен өтейміз деп келеміз, ақшамен өтейміз деп келеміз, жаңағы түрлі жазылмайтын дертпен өтейміз деп келеміз, аурумен өтейміз деп келеміз. Орта жолға келген кезде жаңа мүгедек болып қаламын, немесе жаңағы осындай сабақтан өту арқылы, немесе мейіріммен үземіз деген нәрсемен келеміз. Адамдар жоғарғы әлемде жерге келмей тұрып көбінесе мейірім, махаббатпен үземіз деп келеді да. Сол себепті сенің бұрынғы дұшпаның балаң болып келеді, енең болып келеді, күйеуің болып келеді, әйелің болып келеді, келінің болып келеді, солай болып келеді. Осы өмірде жердегі иерархияны сақтанып, яғни жердегі қазақтың кәдімгі тәрбиесі ғой, үлкенді сыйлау керек деген нәрсе. Үлкенді сыйлап, ол қандай адам болса да, сен өзің кішілігіңді көрсет, бетінен алма. Солай сен карманы үзуге болады. Махаббат, тағы да мейіріммен үземіз деп келеміз. Бірақ өкінішке орай, жаңағы ана өмірдің кармалары, сол за, сол кек, сол іштарлық, сол нәрсе тартып кетеді. Және бұл барлық адамдарда болып жатыр, және болатын нәрсе. Біреудің басында болып жатқан нәрсеге күлудің қажеті жоқ. Осылан толықтай, мен де осы жерде өзімнің көп стористерде көп айтамын, енем жайлы айтатынмын. Жақында ғана өзіме ғана айттым, енеммен де кармамның үзілгенін. Көп жұмыс жасалды менің тарапымнан, біраз жұмыс жасалды. Мен нені дұрыс жасамай жүргенімді, ненің жасы жетпей жүргенін өзіме, ол кісінің енді көзқарасын өзгерте алмаймын ғой. Сондықтан өзім біраз жұмыс жасадым. Құдайға мыңда бір шүкір, кармамды үздім. Қазір мен енемді жанымда жақсы көрем. Мейірім, шапағат бір-бірімізге беріп жатырмыз. Сол үшін ең баста осы психологиялық жұмыспен осы X проектке келіп көп түсініп келгеннен түсініп жатырмын. Сондықтан ол үзілетін нәрсе, Құдай қаласа, барлығы түзеледі деп мен де ойлаймын, сендерде де барлығы жақсы болсын. Сосын кармалық сабақтардың уақыты болады. Мысалы, кейбір адамдар келеді, жаңағы енемді ұнатпаймын, бөлек шықсам бола ма деп тәлімгерлерінен сұрайды. Сол кезде тәлімгерлері жоқ, әлі жарты жыл бірге тұруың керек. Яғни біз жерге келетін кезде бір-бірімізбен контрактқа қол қойып келеміз. Сонда енесі мен келіннің арасында келісім бар. Осы уақытқа дейін біз оянып, ізденіп, кармамызды үзіп, жаңағы ненің не екенін түсінуіміз керек. Сол кезде спокойно екі жаққа кетеміз, сыйластығымыз қалады дейді. Сен де бағана айтып отырсың, иә, енем қазір бөлек тұрады, қатынасымыз жақсы деп, сен үшін қуаныштымын. Барлық адамның басында осындай нәрсе болсын деп тілеймін. Рахмет. Енді Жанат, келесі сұрақ, сол жоба X маңайында тағы да мына адамдардың көп жағдайларда проектте барлығы керемет болып кетеді деп өткен жолы да айтып едік қой. Сондай өзгеріп кетеді деп есептейді ғой. Бірақ шындығында олай емес. Олай емес, иә. Не себепті көп адамдар жобадан өткен соң логиканың қосылып кетіп сенімсіздік танытады. Сенің пікіріңше? Енді адамзаттың жүріп өткен жолы ауыр, қараңғы дәуірден өттік. 5000 жыл бойы біз айттық қой, жаңағы коллективті санада болдық. Ұжымдық сана дейді ғой. Ал ұжымдық санада ол жаңағы хайуанға тән нәрсе да, бір адам бір нәрсенің артынан барлығы бүйтіп тобыр болып еру. Сондай
біз кезеңнен өттік. 5000 жыл бойы біздің бойымызда әбден ДНК-ға қорқыныш, жаңағы сақтану, сондай нәрсе сіңіп қалған. Бізде ескі дәуірде мынау правый полушарие емес, мидың левый полушариясы жұмыс істеді. Яғни логика мықты болды. Біздің жаңағы кез келген нәрсені оң қолмен істейтініміз, оң қолмен жазатынымыз ол бекер емес. Мұның барлығы сол жақ мынау жарты шарды дамыту үшін. Одан шығып кету оңай емес. Проектте қаншама нәрсе айтылып жатады. Ана сенің өмірге келген 4000, 5000 эволюция жолындағы өмірің бар ғой, соған былайша айтқанда есеп беру сәтің ғой. Қаншама нәрсе айтып жатады. Ана адамның сіңіре алмай жатқанына мен іштей қапа боламын да. Бірақ енді уақыт өте келе түсінетін шығар. Бірақ өте үлкен жұмыстар болады. Мысалы, осыған дейінгі сен мысалы қазір жерге 5000 бесінші рет келіп отырсаң, бұған дейінгі 5004 өмірің сенің қазіргі өміріңе тренировка, просто жерге келген. Эволюциялық даму үшін тренировка. Ал сен соны тазалау үшін келесің. Бірақ та мынандай нәрсені алып тастау керек. Проекттен кейін мен керемет болып кетемін, байып кетемін, денсаулығым күшті болып кетеді, немесе осы денеммен мен вознесение жасаймын деген нәрсені вообще мидан алып тастау керек. Себебі сіз осыған дейін жан ретінде айналаны таныдыңыз. Бұл рух әлемі туралы біздің әлі зерттейтініміз көп. Мынандай 1% ғана зерттеп жатырмыз. Осыған дейін сіздің кармаларыңыз күтіп тұрды. Қашан бұл осы теманы түсінеді, айналаны танып болдың жан ретінде. Ал енді өзіңді тана. Ана қалып қойған кармаларыңның, эмоцияларыңның өтеуін осы кезде тез арада 2х-пен өтесің дейді ғой. Ана 2х-пен өткізген кезде Айгүл өзің білесің қалай адамды шайқайтынын. Это нечто. Бүкіл ішіндегі анау көлеңкелі түсің бәрін шығарады ғой, былайша айтқанда, бәрін шығарады. Жылайсың, өзіңді еще оңаша қалдырып қояды. Қасыңа ешкімді жолатпайды, той, домалақ, ондай жерге бара алмай қаласың да. Осындай қиындықпен адам бетпе-бет келген кезде сынып кетеді. Сосын неден көреді? Бірдеңеден көру керек қой. Сонда X жобадан көреді. Сендер осы, Құдай біледі, сендердің кінәларың дейді. Сонда жауапкершілікті өзіне алмайды. Ал егер сол кішкентай мына этаптан өтіп кететін болса, алдында қаншама жарқыраған нәрсе тұр. Сосын даже мынандай нәрсе. Душа ескі кітабын жапқаннан кейін кетем деген шешім қабылдауы мүмкін. Адам осыған да дайын болу керек. Все, мен жерде мен істейтін ісім жоқ, мен кармамды өтеу үшін келдім. Кітап жапқаннан кейін мен кетем деген шешімді қабылдау керек. Қабылдауы мүмкін. Осыған адам психологиялық тұрғыда дайын болу керек. Чудо күтпеу керек. Опять же, жауапкершілік адамның өзінде. Ол жауапкершілікті алып өзі келді, осознанно өзі кетті, ары қарай өмірімнің жауапкершілігін аламын деп. Ескертіп айтылады, эмоциялық шайқау болады. Эмоциялық шайқаудан адам қашатын болса, бұның бәрі өтірік деп уже ситуациямен келеді. Машинаны соғып кету, жаңағы алаяққа алданып қалу. То есть ана эмоция сабағынан өте алмай тұрсың ғой, шығу керек эмоцияны по-любому шығарады. Вот осы нәрсеге адам дайын болуы қажет. Түсінікті. Енді X проектке меніңше өткен жолда айтқан болатынбыз, дайын тақырыпты түсініп, кішкене дайындалып келген дұрыс. Менің түсінгенім, жаңа мына адамзат баласы жердегі өмірінде воплощениесінде дейміз ғой, 2 бағытта дамуды қатар алып жүру керек қой. Мысалға, біз осы уақытқа дейін рухани әлем жайлы ештеңе білген жоқпыз. Тек қана көзіміз не көрді, соған сеніп өмір сүрдік, жердің заңдылықтарымен өмір сүрдік, матрицаның да. Бірақ қазір бізге рухани әлемнің бар екенінде қазір аздап біліп жатырмыз, иә? Осы біздің бала кезімізде рухани даму дегенде тек қана әдеби кітап оқу керек деген ғана түсінікпен өмір сүрдік қой. Оның жоғарғы әлемнің бар екені, Құдайдың қандай болатынын, кім екенін, және тәлімгерлер деген кім, ол жайлы мүлдем түсінік болған жоқ, мүлдем ақпарат болған жоқ. Енді осы бағытта, екі бағытты теңде алып отыру үшін адамдарға қазір қандай жұмыс жасау керек өздерімен? Сосын ең қызығы, ескі дәуірде осындай теманы түсініп, уже айта бастаған адамды
андай өлтіріп тастап отырған. иә Себебі ескі дәуірде бұл тема адамдарға керек емес еді. Адамдарды оятпау керек еді. Адам бірінші сарапқа надандықтың ең дносынан бүйтіп шығу керек болды. Біреу бүйтіп оятатын адам бүйтіп пайда болса, ғалам өзі бүйтіп ақырын алып тастап отырды. И біздің подсознанияда тұр қазір. Егер де мен осы теманы зерттесем, өзімді зерттеп, рухани туралы әңгіме айтсам, маған тарпа бас салады. Адам неден қорқады? Адам критикадан қорқады. Адам сыннан қорқады. Адамды сын сындырып жібереді. Инстаграмды қазір ашсаңыз, жылап отқан біреуді көресіз. Не үшін жылап отыр? Халық маған осылай деді, осылай айтты дейді. Сен өзіңе сенімді болатын болсаң, сен жыламайсың. Бұл критикаға төтеп беру үшін сенде полный доверие керек Құдайға деген. А сенде доверие жоқ, сен халыққа жалтақтап тұрсың. Халық ол былайша айтқанда өзін таппай жүрген адамдар ғой, ол мынаны жаман десең, оны жамандайды, мынаған айтсаң, мынаны жамандайды. Сондықтан әр адам өзіне жауапкершілікті алып, өзіне сенімді болса, кез келген сынға, кез келген қарсылыққа мен тұрмын, жауабым дайын. Мен Құдайға сенемін, мен жолым ақ адал істеп жүрмін. Мен осылай тұратын болса, оған ешқандай сында кедергі емес деп ойлаймын. Сосын жаңағы сұрағың, материалдық әлем мен мынау жоғарғы әлемнің екеуінің тылсымды қалай алып жүреміз деп сұрап тұрсың ғой, бұл нәрсені түсінген кезде адам жаңағы жердегі ситуацияға басқаша көзқараспен қарайтын болады. Мысалы, енді саған кеп біреу ұрынып, сенімен ұрысып жатыр ма, сен мына жақтан түсініп тұрасың. Значит, бұл карма бар. Өйткені байланысты арамызда карма бар. Оған қатты кетпейсің, ол деңгейге түспейсің. Сыртынан тілеу тілейсің, жаңағы Құдайдың жаңағы мейірім, махаббатын тілейсің, болды. То есть ситуацияға кіріп кетпеуді үйретеді мына жол. Бірақ тылсым әлемге қатты бүйтіп баспен кіріп кетуге тоже болмайды. Сен мысалы қазір машинаға отырып, маған светофор қызыл жасыл не важно, мен жаңағы Құдайдың сүйікті баласымын деген сияқты жүрмейсің ғой мысалы. Жасылда жүресің, қызылда тоқтайсың. То есть жердің заңдылығын қатар сақтап жүресің. Жерде біз ойыншы екенін білеміз, бірақ ойынға кіріп кетпеуді үйретеді бұл жол. Сондықтан бұл жолда адам зерттеу керек, білу керек, меңгеру керек, бірақ сонымен қатар материалдық әлемде өмір сүріп жатқанымызды ұмытпау керек. Баланс болу керек. Егер де баланс бүйтіп шайқалатын болса, сенде қаражат жағынан проблема болып қалады, денсаулық жағынан проблема болып қалады. Яғни ғаламның ол заңдылығы. Адам балансты ұстай білу керек. Келісемін. Айгүл, енді мен саған сұрақ қояйын. Сен енді психологияны зерттеп жүрсің ғой. Қазіргі адамдар, мысалы, любой қоғамда болып жатқан ситуацияда мына жақта, мысалы, күләштікі дұрыс деп фыр етіп сол жаққа кетеді. Мына жақта Мариям бірдеңе десе, күләш жақ болғандар Мариямға жүгіреді, Мариямды күләшқа жамандайды. Осы адамның жаңағы екі ортада сабылып жүруі, ол неге байланысты? Қазір айтып отырған нәрсесін ертеңгі күні ол ойынан айнып қалуы, өз-өзіне жауапкершілікті алмауы, сол тобырлық сананың түпкі себебі неде деп ойлайсың? Енді мен де өзімде бұл жолдан өттім ғой негізі. Бір кездері өзімнің нақты өзімнің сенімсіздік болғанда, өзіме сенбеген кезде, өзімнің біліміме, түйсігіме сенбеген кезде мен әркімнің пікіріне жалтақтадым. Бірақ оқыған сайын, білген сайын, ізденген сайын адамға білім келе береді. Мен соны түсіндім. Адам, ол кезде адамда интуиция дамиды. Яғни сен өзің жүрегің айтады, мына жол дұрыс, теріс бара жатсаң, жүрегің айтады, сен что-то не туда идешь, қайт, или қоя тұр, тоқтай тұр деген белгі береді. Сондай сенімсіздік болмаған кезде адамдар ішкі өзінің түйсігін сезбеген кезде, өзінің ішкі дауысын естімеген кезінде,
өзіне сенбеген кезде, білімі аз болған кезде адамдар жалтақтайды. мхм, Мынау не деп жатыр, мына адам не деп жатыр, неліктен анау анаған айтып жатыр, сіз қалай ойлайсыз деп үшінші жақтан сұрайды. Бұл негізі адамның барлық кезде өзіне үңілу, өзіне сенімділіктің жоқтығынан болады деп ойлаймын. мхм, Ә, Сенімділік болу үшін адамға барлық уақытта тек қана Инстаграмнан ғана емес, ақпаратты барлық кезде жан-жақты ақпарат іздеу керек, іздену керек, кітап оқу керек. мхм. Мен соны түсіндім. Онсыз А, үнемі біреудің пікіріне жалтақ, біреудің пікіріне үнемі мұқтаж болып адам жүреді. өзіңе өзің сенбеген кезде адамда жалтақтық пайда болады, адамда екіжүзділік пайда болады. Иә. Сен өзіңді қабылдай алмай тұрсың ғой. Өзіңді Иә. қабылдай алмаған кезде сенен кім мықтырақ, соған былайша айтқанда жағымпаздануға дайын тұрасың. Мгм. Өзіңнің жаныңды сатып жібересің. Ал сен біреуге бүйтіп жалтақтаған адамыңды біреу келіп қараласа, мынау одан да күштірек екен, давай мен осыған жалтақтайын деген нәрсе тағы сөйтіп шығады. Сонда адамның мынау, оказывается, жан адамнан бүйтіп бөлініп қалады екен ондайдашы. Адам просто тело болып қалады. Жан бөлек тұрады. Біз айтамыз ғой мынау рух қасында жүреді деп. Сол адам жағымпазданып, өзін өзі тастап жіберіп, өзін жоғалтып алған кезде әркімнің жаңағы етегінің астына кіріп, сен не дейсің деп жүрген кезде адамның жаны ажырап қалады. Алдағы уақыттарда енді қазіргі жұмыс біздің ескі амал кітабындағы қалып қойған нәрселермен жұмыс жүріп жатыр ғой, артымызды тазалау. Алдағы уақытта, яғни нәзік әлемде көрсетіп тұрған нәрсе, осы өмірдегі жандарды жинаумен 2025-тен бастап сол жұмыс күтіп тұр. То есть алдағы жылы 2025 жылдары уже психология, мынау сюцай, астрология ілімдері келе жатыр. Олар ескі бағыттағы емес, жаңа бағытта келетін болады. Және адамдарға бұл ілімдер қатты көмектеседі. Себебі 2025 жыл оңашалану кезі. Әр адамды үйде ұстайды, әр адамның алдына көрінбейтін айна қояды. Адам өзінің жаңағы көлеңкелі тұсымен, плюсы мен минусын көретін болады да, өзіне өзі есеп беретін жыл. Адамды қазір көріп отқан көрерменнің кез келгеніңізді аппақ бөлмеге отырғызып қойса, телефон, ештеңе жоқ, зат жоқ. Сіз 1 минуттан кейін уже жындана бастайсыз. Неге? Адам өз-өзіне қашады. Өз-өзінен үңілгісі келмейді. Адам жалпы оңаша отырғанда блаженствода отыру керек. Кайфовать етіп отыру керек. Сенің жаңағы жүрегіңде Құдай бар, сен рахаттанып отыруың керек. Ал өзінен қашқан кезде ол жаны бөлек тұр, рухы бөлек тұр, тәні бөлек, бүйтіп шатқаяқтап қалады. 2025 кішкене сондай психологтардың былайша айтқанда адамзатқа көмек беретін жылы деп айтсақ болады. Түсінікті. Негізі біз жалғыз келіп жалғыз кетеміз ғой. Бізде көп жағдайларда жалғыз қалудан қорқамыз, өйткені өзімізге үңілуге қорқамыз, меніңше. Өзіміздің кім екенімізді танудан қорқамыз. Негізі жаңа айтып кеттік қой, адам өз ойына, өз әрекетіне қай уақытта сенімді болады, яғни өзіне үңілген кезде, иә. Бүгінде біреу былай деп жатыр, мынау былай деп жатыр, кімге сенеміз деп әңгіме көп айтылып жатыр ғой енді. Күлкілі, иә? Ана 3 жыл бойы ана чатта сүйрелеп келді, былай жоғарғы әлем. Қаншама кітаптарды аудартып беріп, оқыдыңдар ма, түсіндіңдер ма, не істедіңдер, ойбай деп былайша айтқанда сүйрелеп келдік. Бірақ жаңағы қаншама эфирді өткізіп жатыр, бөлек сабақ қылып сатып жатқан жоқпыз ғой. Бұл қаншама құнды ақпараттар айтылып жатыр әр эфирде. Білгенімізбен толықтай бөлісіп, ақпарат беріп жатырық та. И бір ғана сынақ, ана 3 жылдық зерттеуді адамдарды жоқ қылып жіберді да, былайша айтқанда. Терім деген осы, былайша айтқанда. Отбор деген осы. Сен егер де жаңағы действительно тоқыған нәрсеңді сіңірсең, жүрегіңді ашқан адам болсаң, сен четко өз-өзіңе сенімді бүйтіп тұрасың. Анау не дейді, мынау не дейді деп әркімнің етегіне кірмейсің. Енді алдағы уақытта ондай чаттар болмайды. Әркім өз үшін. Өзі ізденіп,
өзі, яғни біреуді сүйрелемейді. Бұған дейін 2-3 жыл бойы жоғарғы күштер мүмкіндік берді. Крайонның мысалы қаншама аудиосы шықты, бәленбай мыңға кітаптар аударылды, кітаптар шықты. То есть өзін өзі таппай жүрген адамдарға кәдімгідей қазір фундамент тұр. Телеграмда тегін қаншама кітаптар тұр, тегін беріп жатыр. Бәрі тегін, бәрі тегін. Айналып келгенде қазір айтып жатқаны, проектке не үшін ақша аласың деген нәрсе ғана құртып тұр да, көкелерін ақша тесіп бара жатыр. Ал оны өздері проектке жауапкершілікті алып, өздеріне ешкім қинап келген жоқ. Келеді, жаңа ойбай, чудом маған ақша бер, чудом ақша келе қалды. Хотя ана жерде кредитке келуге болмайды, рассрочкаға келуге болмайды деп айтылады. Сөйтеді, сөйткеннен кейін жаңағы қаншама процесс, қаншама жұмыс жүреді. Сөйткеннен кейін уже жауапкершілікті ең соңында басқаларға итере салған кезде бұл өте аянышты нәрсе. Жанат, осы тақырып жалғастыра келіп, жалпы біреуді сынау, мінеу, сөз қылу, лағнет айту, қарғыс айту деген дүниелер негізі қаншалықты сол айтып отырған адамның өзіне зиян екенін айта кеткен жөн сияқты. Өйткені адау біреумен ұрысқан кезде, жанжалдасқанда, сөзге келген кездерде оның энергиясы төменге түсіп кетеді ғой. Төменге түскен кезде оның жанында мынау төменгі энергиялар өте көп жүреді. Мен өзім бір осы жайында білмеймін. Адам айтады ғой, осыны кітаптарда айтып жатыр ғой, сенің бүкіл білім сенің өзің ДНК-ңда деп. Осы туралы ақпаратты менде бір жерден алдым деп айтпаймын, бір ақпарат көзінен алдым деп айтпаймын. Осы жайлы түсінік маған көп источниктерді білу арқылы осындай түсінік келді. Адамның энергиясы түскен кезде оның жанында мына төменгі энергиялар өте көп болады. Және сенен олар асықтанады. Солай ғой? Сен олардың жемпіріне айналып кетесің. Осы жайында енді айттық қой, жер ауыр болды. Жерде жаңағы төмен энергия, қара энергия басым болды. Және ол жер соған үйренгеннен кейін, адамның сферасы соған үйренгеннен кейін, байқайсыздар ма, төмен нәрсеге адам үйір. Мына жерде біреу бірдеңе істеп қойыпты деген ақпарат шықса, ананы желдетіп алып кетеді адам. Негативке өте құмар. Себебі неге? Себебі жерде жаңағы ескі энергия үйреніп қалған ғой, кете алмай тұр. Ол ескі энергияны басқа өлшеммен қарайтын болсаңыз, сіздің қасыңызда жүрген жаңағы төмен қара энергиялар. Төмен энергиялар ескі дәуірде оларды жын шайтан деп атады. Олар қай жерде жүреді? Олар негатив жүрген жерде жүреді. Біреуді қаралаған, жамандаған жерде жүреді. Және оларға жаратушыдан, бұған дейінгі эфирде айттық, энергия келмейді. Олар адамнан қоректенеді. Адам ашуланып, негативке беріліп, жамандап, төменгі вибрацияға түскен кезде 3-ші чакра арқылы ол күштер қоректенеді. Олардың планетасы А3 деп аталады. Өткен жолы естеріңізде болса, әлем PDD туралы айта бастады. PDD-дің жаңағы неше түрлі балаларға зорлық-зомбылық жасағанын, оны бәрі айтып шықты. Сонда біз рух әлемінен қарасақ, жаңағы төмен өлшемдегі ескі дәуірдегі қара энергиялар уже жердің вибрациясы көтеріліп бара жатыр ғой. Бұрынғыдай ескі емес. Уже жер көтерілген сайын, қара энергиялар уже жоқ болып бара жатыр. Адамдардан қоректене алмайды. Адамдардың уже көзі ашылуда, рухани оянуда. Оянған сайын сенің сфераңдағы қара энергияң уже жоқ болады. Олар не істерін білмейді да, уже ситуациямен келуде. Неше түрлі шум шығарады. Шум шығарған кезде адамдар фурр етіп, негатив болған жерге барып, өсек айтып, көзі жетпесе де біреуді қаралап жамандайды ғой. Ол біріншіден өзінің өміріне, осы өміріне кармасын ұлғайтып жатыр. Екіншіден, бүкіл энергиясын қасындағы жаңағы қара энергияға 3-ші чакра арқылы беріп жатыр. Сөйтеді да, әлсіреп қалады, энергиясы жоқ. Энергия жоқ болғаннан кейін ол адамның ақшасы да болмайды, энергиясы болмағаннан кейін ол адамның көңіл күйі де болмайды. То есть өте төмен вибрацияда қалады, оның айналасының бәрі сондай болады. Бала-шағасы ауырады, жаңағы үйінде проблема, ата-анасымен проблема, кредит. Сондай төменнен, былайша айтқанда,
көтеріле алмай қалады. Ал оның адамның сүмірейіп бүйтіп жүргені жаңағы қасындағы қара энергияларға пайдалы нәрсе, қоректенеді ғой энергиямен. иә. Тек қана адамға 7-ші чакрадан жаратушыдан энергия келіп тұрады. Басқа күштер адамнан қоректенеді. Сол себепті адамзат жаңағы өркениеттердің ішінде ең ұлысы дінде жаңағы Құдайдың бірінші орынбасары деп айтады ғой. Соның мәні осы да. Әттең адамдар түсінбейді оны. Вибрацияларыңды түсірмеңдер, негативке берілмеңдер. Өсек, жаңағы қай жерде негатив айтылады, соның барлығы айтылған жерде жүрмеңдер деп айтамыз, бірақ енді әркімнің таңдауы өзінде. Жерде всегда таңдау бар ғой. Айгүл сөзін бағана айтуды ұмытып кеттім. Астанада айттық қой, репрессияға ұшыраған адамдардың балалары зорлық зомбылық көрді деп. Сол кезде жаңағы сол балаларға зорлық зомбылық жасаған сол кезде қызметкерлер қазіргі күні жерде кармаларын өтеп жүр екен. Кармаларын өтеп Иран, Пакистан, Ауғанстан, Сирия, сосын Израиль, қай жерде, Украина, Ресей, қай жерде соғыс болып жатыр, сол жерлерде өмірге келген екен. Және тура сол кезде балаларға қандай зорлық зомбылық жасады, қазіргі күні өздері бастарынан өткеріп жатыр. Мен бағана айтуды ұмытып кеттім, қазір есіме түсті. То есть мынау ғаламда бәрі әділетті. Сенің әр айтқан сөзің, әр алған тиының, әр әрекетің, әр қадамың түгел бақылаудадыр. Сондықтан жаңа әділетсіздік орын алды, анау алдап кетті деген нәрсеге бой алдырмау керек. Солай. Үлкен рахмет, Жанат. Негізі эфир барысында біз біраз нәрсені талқыладық. Өзімен алғаш подкаст жазған кезде, есімде екеуміз отырған кезде, сұрақ қойған кезде сен маған айтқан болатынсың. Мына пространствоның бос орын жоқ, бұл жерде қазір барлығында жаңағы көзге көрінбейтін тіршілік иелері бар деп айтқан болатынсың. Сол кездегі менің состояниеммен қазіргі түсінігім екі адамның түсінігі сияқты. Өйткені сол кезде кішкене білмеймін ғой, түсінбеймін, сезбеймін. Сол кезде бір қорқыныш па, логика ма қосылғандай болды. Енді әрине ол кезде логика қосылып, мен жартылай логикамен, жартылай немен өмір сүрдім. Су дайындап қойуды ұмытып кетіппін да енді. Сонымен енді ол кезде айтпаймын, ол кезде көпшілігінде мен логикамен өмір сүрдім. Қазіргі таңда мен логиканы қай жерде қосу керек, қай жерде рухани көзбен қарау керектігін түсініп жатырмын. Құдайға мың да бір шүкір, осы жолда кездесіп жатқан, жол көрсетіп жатқан әрбір адам, өзімнен бастап, қазір көп адам білім беріп жатыр маған, араласып сөйлескеннің өзі қаншалықты білім береді, қаншалықты түсінік әкеледі. Оның үстіне қазір аударып жатқан кітаптар да маған сондай үлкен инсайттар беріп жатыр. Сондықтан айтарым, мынау менде бастапқыда логика басым қатты қосылып, мен алдаған шығар, мүмкін өтірік шығар деген ойлар болды, бірақ мен жаңағы ДНК-да жасырылған ілім бар дейді ғой, соның шығатын уақыты болады ғой. Сол интуициямның барлық бала кезімнен бар екенін сезетін, бірақ оған мән бермейтінмін. Сол интуиция қосылғаннан кейін мен білдім, бұл ілімнің бар екенін баяғыдан білдім. Сондықтан логикамды аздап басып, көбірек ізденіп, көбірек осы бағытта талпынған сайын маған ілім келе берді, білім келе берді. Сондықтан осы күнге жеткізген жаратқан иеме мың да бір шүкір. Осы жолдағы әрбір ұстазға рахмет айтам. Және қазіргі таңда мен рухымның, тәлімгерлерімнің жанында екенін үнемі сеземін. Үнемі 24 сағат 7 күн күнде тамақ ішкен уақытта да, жатқан уақытта да алғыс айтып, шын жүрегіммен айтам. Сондықтан айтатыным, қазіргі таңда барлықтарыңыз логикамен алысып жүрсеңіздер, қай жақты ұстанам, кімнің сөзі рас, кімнің сөзі өтірік деп жүрсеңіздер, бұл жерде ешкімге жалтақтаудың қажеті жоқ. Ең бірінші өзіңіздің ішкі жан дүниеңізге үңіліңіз. Жауаптың барлығы сол жерде.
егер сіз осылай кімдікі дұрыс кімдікі бұрыс дейтін болсаңыз, бұл үшін сіз өзіңіздің алтын уақытыңызды жоғалтасыз. Сондықтан кітап оқуға ерінбеңіздер. Біздің қазақтың бір жаман әдеті бар, біз кітап оқуға ерінеміз. Инстаграмды әрбір қажеті жоқ бізге ақпаратты миымызға сіңіре бергенше ол да азық. Мысалға, күнделікті сіз не тамақ жеп жатырсыз, немен қоректеніп жатырсыз, физикалық тұрғыда, рухани тұрғыда да сіздің немен қоректеніп жатқаныңыз ол тікелей өзіңізге байланысты. Егер сіз Инстаграм әлеміндегі, жалпы интернет әлеміндегі қоқыспен азықтанатын болсаңыз, сіздің жан дүниеңізде сондай шашыраңқы болады. Ал егер мен ізденемін, мен білемін, менің ДНК-мда бар, мен де Құдайдың бір бөлшегім дейтін болсаңыздар, онда сіздер де логикаңызды керек жерінде өшіріп, керек жерінде қоса алатын боласыздар. Барлықтарыңызға жүрек көздеріңізді ашуға тілекшіміз. Жаңа бүгінгі сұхбатыңа үлкен рахмет. Әрбір өзіме сөйлескен сайын үлкен энергия аламын. Осы берген білімің, беріп жатқан, бөлісіп жатқан бүкіл ілімің осы алдыңа қойған мақсатыңа жеткізе берсін. Саған қайырлы күн тілеймін, бәрі жақсы болсын. Сенің өзің жаңа психологияны зерттеп жүрсің, қаншама ғылымдарды зерттеп жүрсің, соның өзінде логикаға берілдім деп жатсың. Бірақ ондай кітапты оқымай түсінгісі келіп жатқан адамдар өте көп, и оларды да түсінуге болады. Енді түсініп, оқып келе жатқан кезде неше түрлі негативный пікірлерді оқып, бүйтіп шатқаяқтап қалып жатыр да. Соларға негізі айтылып жатқан нәрсе ғой. Жаңада айтылды, кітаптардың барлығы телеграмда тұр, оқысаңыздар болады, тегін, эфирлердің барлығы сақталған, тыңдаңыздар, жүрекке салыңыздар, маған да сенбеңіздер, Айгүлге де сенбеңіздер, ешкімге сенбеңіздер, бір Құдайға сеніңіз және өзіңіздің жүрегіңізге сеніңіз. Себебі біз үлкен бір мұхиттың әрқайсымыз бір тамшысымыз. Түбін менің рухым қайдан шықты деп зерттесеңіз, Құдайдан шыққан болып шығасыз. Ал Құдайдың бөлшегі адамның жүрегінде отырады. Сондықтан жүрегіңізге салыңыз, ол алдамайды. Қасыңызда рухыңыз бар, қаншама тәлімгеріңіз бар. Сондықтан жаныңызды сатып жібермеңіз. Жанды сату ол өте қиын нәрсе. Жаныңызды қайтадан жинай алмай қаласыз. Ал жанды сату деген не? Өзіңізге сенбеу, әркімге жалтақтау, тіпті элементарно нумерологияны оқысам бола ма, ол харам ба, харам емес пе? Астрологияны оқысам бола ма, болмай ма? Бассайды оқысам бола ма, болмай ма? Күйеуіммен ажырасайын ба, ажыраспайын ба? То есть адамдар жауапкершілікті бүйтіп бере салады да, сол адамға ажырас деп айтсаң, ол ертеңгі күні ажырасқаннан кейін саған келіп айтады, сен ажырас деп айттың ғой, сен кінәлі дейді. Сондықтан әр адам өзінің өміріне өзі жауапкершілік алып үйренуі керек. Сіз жерге осыған дейін 4000-5000 рет не үшін келдіңіз? Осы күні точкасын қою үшін, тренировка жасау үшін. Сондықтан сізге қарап тұрған анау әруақтар әлеміндегі ата-баба әруағын ұятқа қалдырмаңыз. Бүгінге айтарымыз осы. Басқа да сұрақтар жоқ екен? Қазір көрейін халықтың. Жекеге шығып сөйлессем бола ма дейді. Алматыда жер сілкінісі болды дейді. Жер сілкінісі, енді ол катаклизмдер бола береді ғой, 2025-те болады. Себебі адамның, біздің бойымызда қандай трансформация болып жатыр, өзгеріс болып жатыр. 2 жыл бұрынғы сізбен қазіргі сіз басқа. 1 жыл бұрынғы Айгүл мен қазіргі Айгүл басқа. Сол сияқты жер планетасының өзінде де үлкен трансформациялар болады. Антарктида ең ыстық жерге айналады 10 жылдықтың көлемінде. Индия жаңағы қыс болмайтын жерлерде жаңағы қыс түсуі мүмкін. Кейбір жерлерде мұз басып қалуы мүмкін. То есть жерде магниттік, жерде климаттық, геологиялық, метеорологиялық, рухани тұрда 5 бағытта үлкен өзгерістер болады. Және біз оған психологиялық тұрғыда дайын болуымыз керек. Каждый за себя. Әркімге уже былайша айтқанда барлық көмек беретін нәрселер 2 жыл бойы берілді, подсказка берілді. Енді әркім өзі үшін деп ойлаймын. Рахмет, Айгүл, түсінгеніңе, артқа шегінбегеніңе, логикаға беріліп қашпағаныңа менен.
Алдағы уақыттарда енді не күтіп тұр десек, бағана айттым ғой, көптеген өркениеттер туралы біз біліп жатырмыз. Қазір біз осы адам ата Хауанадан кейінгі қандай жағдай болды, карма жолын біліп жатырмыз, қандай кармамыз бар, қалып қойған қандай адасып жүрген душаларымыз бар, төменде қандай душамыз бар, сонымен айналысып жатырмыз. Ескі амал кітабын жабумен. Енді ол жабылды, хорошо. Сіз жүрегіңізді аштыңыз, өзіңізге жауаптысыз. Былайша айтқанда сверхчеловек болдыңыз, иә. Ары қарай не деген сұрақ туындауы мүмкін. Ары қарай біз ашатын есік өте көп. Біз уже ары қарай өркениеттерді зерттейтін боламыз. Бұған дейін айттық қой, мысалы Индияда жаңағы Пентурей деген өркениет өмір сүрген, Қызылордада Юдвей деген өмір сүрген өркениет. Сол Юдвейлардың жаңағы табиғат заңына қарсы келгенінен бәленбай жылдық жаңбырды жауғызып аралды толтырам деп, қазіргі күні солардың кесірінен жердің құрғақ болып тұрған себебі сол. Пентурейлардың кесірінен жаңағы Үндістанның сондай адам көбейіп кедей болып кеткені барлығының себебі сол. Біз уже ары қарай өркениетке өтеміз. Ұлт кармасы, мемлекет кармасы қазір өтеліп жатыр. Планета кармасы тұр, алда галактика кармасы тұр. То есть зерттейтін нәрсе, жұмыс өте көп. Біз жұмысқа енді кірісіп жатырмыз. 2025-те адамзат көптеп оянады, және қазір енді пока бүйтіп шайқатылып жүр ғой. Біресе 11-ші классқа өтеді, 2-ші классқа түсіп кетеді, қайттан бүйтіп сабылып жүр. Сабылу 2025-те болмайды. Уже көптеген адам саналы түрде есейеді, өзінің айтқан сөзіне, істеген әрекетіне жауап беретін болады. Сосын айтарым, кез келген нәрседен минус емес, плюсты көріп үйренейік. Осы жайлы мен де айтамын. Осымен аяқтайық, Жанар. Өзіңе де үлкен рахмет. Түнмен түгел шығайық. Қайырлы түн. Эфирде қайта көріскенше.